Сәлем достар, сіздермен бірге мен Альбина, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін мен классикалық үлгідегі творожный чизкейктің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бізге керегі сары май, жұмыртқа, құмшекер, қопсытқыш және ұн керек болады. Ең әуелі бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды құрғақ таза ыдысымызға саламыз да, оның үстіне құмшекерімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Бізге керегі 50 грамм құмшекер, ол бізде 2 ас қасық болады. Шанышқының көмегімен немесе миксердің көмегімен де араластырсаңыздар болады. Мен осылай венчикпен араластырып алдым. Жақсылап біркелкі масса болып араласқан кезде, оның үстіне жұмыртқамызды қосамыз. Жұмыртқамызды да дәл солай толығымен жақсылап асықпай араластырамыз. Осылай видеодағыдай біркелкі масса дайын болған кезде, оның үстіне құрғақ қосындыларымызды, яғни ұнымыз бен қопсытқышымызды қосатын боламыз. Әуелі қопсытқышты ұнымызға қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осы ұнымызды массамызға бірден қосып жібермейміз. Аз-аздан 2 немесе 3 бөлікке бөліп, електен өткізіп қосамыз. Шанышқының көмегімен де араластырсаңыздар болады, немесе бірден қолмен елеп кетсеңіздер де болады. Маған осылай венчикпен араластырған ыңғайлы болды. Осылай венчикпен араластырып алдым және әрі қарай қолмен еледім. Жасалу жолы өте оңай, өте қарапайым болғанымен, творожный чизкейкті, немесе творожный пирог деп айтамыз, дәмі өте керемет. Мен ұсынып отырған рецептім, ол оригинал рецепт, сондықтан да бір жасағаннан да шығатынына толығымен сенімдімін. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер және нәтижесін комментарий бөлімінде бөлісіңіздер. Бізде осындай өте жұмсақ, иілгіш, қолға жабыспайтын қамыр пайда болады. Ол қамырды пищевой пленкаға немесе салафанға орап, тоңазытқышқа 20-30 минутқа салып қоямыз. Бұл аралықта біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін құрғақ таза ыдысымызға ірімшігімізді, қаймағымызды және де жұмыртқамызды, құмшекерімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Достар, біздің пирогымызға керекті барлық заттардың құрамын толығымен описание бөлімінде қалдырамын. Сол жерден көріп, барлығын грамын, мөлшерін сол жерден көрсеңіздер болады. Осылай мен миксермен араластырдым. Егер қаласаңыздар венчикпен, шанышқымен араластырсаңыздар болады. Бастысы ірімшігіміз қатты ірі, қатты үлкен түйіршікте болмағаны жөн. Осылай бізде сұйықтығы орташа, осындай масса дайын болады. Ендігі кезекте тоңазытқышта тұрған тестамызды формаға жайғастыратын боламыз. Қамыр 26 диаметрлік формаға арналған. Егер сізде 26 диаметрлік форма болмаса, одан да кіші 22-24 диаметрлі формаларға жасасаңыздар да өте әдемі болып шығады. Осылай барлығын қолмен бір тегіс етіп, барлық жерін бір қалыпты етіп төсеп шығамыз. Және осылай шет жақтарында барлығына қолымызбен бір тегіс етіп, жайып, қолымызбен тегістеп шығамыз. Егер қаласаңыздар қасықпен немесе шанышқыны қолданып та тегістесеңіздер де болады. Қамыр өте жұмсақ, өте иілгіш, сондықтан мен қолмен жасадым. Барлығын шетін асықпай осылай бір тегістеп алыңыздар. Бұл біздің пирогымыздың піскен кезде шет жағының өте әдемі көрінуіне көмектеседі. Енді осылай дайын болған тестамызға сұйық қоспамызды осылай құйып аламыз да, жақсылап сілкіп аламыз. Сол кезде творожный массамыз осылай бір тегіс болып жайылатын болады. 180 градуста қысып тұрған пеште 20-30 минут көлемінде пісіріп аламыз. Бізде осындай өте әдемі, өте нәзік пирог пайда болады. Піскеннен кейін міндетті түрде жарты сағат
немесе 1 сағат көлемінде салқын жерде әбден суытып алып кескендеріңіз өте дұрыс. Осындай өте дәмді пирог шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге видеоның соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.